Соңғы сұрақ көрермендерден келген. Бұл кісінің жасы 36-да екен. Осыдан 10 жыл бұрын дейді, күйеуі түрмеге отырған екен. Түрмеге отырып, 10 жылдай түрмеде отырып шыққан. Бірақ араға 10 жыл салып, қайтадан түрмеге кетті дейді. Бұл маған нені көрсетуі мүмкін дейді. Сосын айналамда сондай жаңағы қамалатын жағдайлар көп дейді. Бұл кісінің өзімен сөйлесіп отырып разбор жасайтын болсақ, шамалы легче болар еді, жеңілірек болар еді да. Енді бұл сұраққа қарап мен тек қана возможно деп айта аламын. Бұл әйелде айналасында күйеуі деп тұрсында сотталып кете беріп тұр, қамалып қалу. Значит, бұл әйелдің өзінде кішкентай кезінде, опять-таки мен айтамын, кішкентай кезінде ол өзінің ағайын тумасында болды ма, сондай қуғыншылық болды ма, сондай жаңағы не айтам, соттала беретін жаңа тентек адамдар болды ма да, сондайлардың программасы жаңа үйдегі әңгіме айтып отырады ғой, жаңа бәленшенің баласы сотталып кетіпті, үйдегі болса үйдегі сотталайын деп жатыр, бүйтіп жатыр деген страхтар қалып қоюы мүмкін, біріншіден. Екіншіден, бұл әйелдің өзі немен айналысып жүр, бұл әйелдің өзіне айтып жатқан қандай өтірігі бар, не нәрседен қорқады, соны тауып алуымыз керек. Егер де жаңағы енді менің историямды бұны айтуға бола ма болмай ма екен білмеймін, бірақ енді кешірім сұраймын, естіп отырған ағайындарымнан кешірім сұраймын деп айтайын. Менің де бір нағашы жағымыздан жеңгелеріміз бар, бәлен рет отырып келген, қайта сотталып келген. Сол жеңгеміз бір күндері соңғы кететін кезінде біздің үйге келіп жатқан. Енді барлығы әңгіме қылады. Мен ол кезде баламын, көп мән бермеймін. Оның қолында да өстім мен бір уақыттарда. Кейін сол біздің үйде жүрген кезінде біздің мамам оған тапсырып ауылға кетіп қалған. Сол екі ортада бұл акасы қашып жүрген екен. Қашып жүріп біздің үйге келіп жатқан жерінен жаңағы милициялар тауып алып, сөйтіп алып кетеді. Сол кезде мен одан қорықтым, оны уайымдадым, оған мән бердім деп айта алмаймын. Всего лишь бір 13-14 жаста шығармын, даже одан да ертерек шығар, даже ұмытып қалып отырмын. Бірақ кейін менде сол алаяқтық деген программа қалып қойған ғой. Мен өзім сотталып кете жаздадым. Сонда мен оны бәрін онымен байланыстыра алған жоқпын. Ол вообще ол жеңгемізді ұмытып кеткелі қай заман. Тіптен енді оның жасаған ісі басқа, менің жасаған ісім басқа да. Бірақ мен жаңа базарда жүріп айттым ғой, 30 миллион қарызға кірген кезімде мен товарға ақшаны саламын, сол товардан алам деп шығара алмаймын, содан жаның қысылғанда жаңағы минусқа сатамын деген сияқты неше түрлі әрекеттер жасағанда мен де таза алаяқ болдым. Енді адамдар өзінің ақшаларын алу үшін не істейді? Мені де жаңағы таныс городделдағы адамдарына апарғызып, жаңа отпечаткалерді алғыздырып, неше түрлі нәрсені жасады. Сол кезде менің ойымда бір-ақ нәрсе болды: мен сотталып кетем ба деген қорқыныш болды. Значит, бұл менің жаңағы мына жеңгеме қатысты үйдегі болған әңгімелерден жазылған нәрсе. Одан ол кісінің қолында болдым, ол біздің үйде болды да. Сол нәрселердің барлығы все равно менде запись қалды. Сол неше жылдан кейін, араға 30-35 жыл салғаннан кейін бәрібір де өзінің сигналын беріп тұр. Значит, мен ол кезде ол кісіні аядым. Ол кейін мен проработкадан түсініп тұрмын ғой, бәрі сол кісіні жамандап жатқан кезінде менде бір өзі бала күнімнен адамды аяғыш бір нем бар да, қабілет, қасиет па, нағыл дейді. Жаңағы бәрі жамандап жатса, мен ғана құрсын, неге өйтіп айта бересіңдер, о да адамның баласы ғой деген сияқты. Именно соны біреулер өсектеп жатса, жамандап жатса, мен жаңағыны қаламайтынмын, естігім келмейтін сол әңгімелерді. Сонда аяушылық арқылы менің оның жаңағы тағдырынан какой-то долясын өзіме алып жазғанымды кейін мен проработкаға түсіп, қанша телесный терапияларды жасау арқылы мимен жұмыс жасап отырған кезінде түсіндім, что мен басқа адамды аяп, басқа адамның жаңағы өмірінде өзімнің үлесім болғаны үшін ғана сол записьті чувствительность на тонком неде уровеньде жазып алғанымды. Когда мен соны алып бастағаннан кейін, менде ол қорқынышты, басқа да ондай ойлар кетті. Былай қарасаң, кім қарыз болмай жатыр деген жай ғана айта алатын деңгейге шықтым. Ал бұрын шынымен де мені көшеде біреу ұстап алса, алаяқ деп айта ма, шынымен сотталып кетем ба, әрбір істеп жатқан, даже қай салада жұмыс жасап жатсаң да, сенде бессознательный түрде сен бір дұрыс емес нәрсе жасап жатқан сияқты түрткі бола береді. И менің де айналамда
жаңағы сотталып келген адамдар өте көп болды. Ер адам болсын, әйел адам болсын, сондай адамдар көп айналамда жүрді. Өйткені менің сол ішімдегі сол кездегі бір отырған запистің әсері, бір аяушылықтың кесірі. Енді бұл кісіде қазір бұндай нәрселер бар жоғын білмеймін, бірақ дегенмен де жекеге шығып сұрайтын болса, мен кәдімгідей осылайдан тет-а-тет сөйлесетін болсам, оның түпкі тамырын тауып алып тастауға болады. Пока бұл түпкі тамырын алынбай ма, значит ол сондай адамдарды тарта береді, бір күні болмаса бір күні өзі сондай нәрсеге душар болып қалуы мүмкін. Ол жаңағы отырып келген адамдарды аяушылығы мүмкін ойнап тұрған, мүмкін жаңағы отбасында өзінің сондай бір кездегі болған нәрсе болар да, сол қандай нәрсе болса да ол сол эмоцияны көтере береді. Түсінікті. Егер осы нені записьті тыңдап отырсаңыз, ханым, жеке шығып мөлдір ханыммен хабарласуға болады. Иә, развод жасаудан консультация беруден мен ешқайда да қашпаймын. Жаңағы бәлем мың ақша беріңдер деп демеймін да. Егер шынымен де адаммен сөйлескенде бірден белгілі ғой, ниеті өзгергісі келіп тұрса, мен барымды кәдімгі 100%-ның үстінде беріліп сол адамға себепші болуға ниет қойып отырамын. Всегда менің ниетім бір адам менің бір сабағымнан болсын, бір разборымнан болсын, бір нәрсені түсініп кетсе де, қайтып айналып келмесе де, менен оқымаса да, бірақ сол үшін қуана алатын адамдардың қатарынан деп өзім мақтап қояйыншы. Шынымен де